Сынып алгебра комбинаторик элементтерінің екінші бұжыбы нұсқа екінші. Яғни бізде дайын формуланы білеміз. Алмастырулар формуласы. Алмастыру бірінші, орналастыру. Яғни орналастыру бізде бесінші. Және қайталанбайтын теру төртінші. Аның жауабы осында бізде. Аның жауабы 1. Бұның жауабы 5. Сының жауабы 4. Мына жер екінші есеп, үшінші есеп кішкене шатасып кеткен екен. Жарайды. Номер екінші есепте асында P9 азайту P7 бөлімінде P6. Яғни P-ның 9 деген 9 факториал, 7 факториал бөлімінде 6 факториал. Мұнда 7 факториалға келтірсіз 7 факториал 8 көбейту 9 дегенді білдіреді. 7 факториал 6 факториал. Ортақ сан жақсы сыртына шыға жүреміз. Яғни 7 факториал шыға жүремді. Жердегі 9-ын бізде 72 азайтылған 7-дің факториалының орнына 1 қалды. Бөлімде 6 факториал. Тең болады. 7 факториалды біз 6 факториал көбейтілген 7 деп жаза аламын. 72-ден 1-ді айырсақ 71. Мына жерде 6 факториал қысқарып кетіп, 71-ді көбейтсең 7, 49 болады. Бұсы бізде А10-да 5, А9-да 4, С9-дан 5. Жеке жаза қойын. А10-да 5 дегенім 10 бөлінген 10 азайту 5 факториал. Сонда 10 факториал, мына 5 факториал. 10 деген 5 факториал. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мұнда 5 факториал қысқарады. Так, 6 көбейту 7 көбейту 8 көбейту 9. А9-да 4, 9 факториал, 9-дан 4 азам 5 факториал болады. 5 факториал 6, 7, 8, 9. 5 факториал. 3024. С9-да 5 дегенім 9 факториал, 5 факториал, 9-дан азайным 5-ті факториал. Жерден үлкен 5 факториал деп жазам. 5 деген 6, 7, 8, 9 көбейту. 5 факториал, мына екеуін азайтсам 4 факториалды ашып жазам. 3, 4. 5 факториал кетеді, 8-бен кетеді, 6-мен 3 кетеді да, мына жерде 2 қалады. Так, 14 көбейтілген 9, 126. Сонда менде мына жерде 30, 240 азайту 3024 бөлімінде 126.
30.240-ты азайтам 3024-ге. 27.216-ны бөлемін 126-ға. 216 болды. Так, бұл жақта номер үшінші есеп. Жиынтық бағалау үшін 10 түрлі тапсырманың бесеуі. Жиынтық бағалау үшін 10 түрлі тапсырманың бесеуі бір тапсырма үшін таңдалды. Тапсырма неше нұсқаны құрастыруға болады. S 10-да 5. 10 факториал, 5 факториал, 10-нан азайтам 5-ті. Сонда 10 факториал, 5 факториал, бөлінген 5 факториал. 5 факториал 6, 7, 8, 9, 10. Мына жерде 5 факториал, екінші 5-ті ашып жазам. 3, 4, 5. Қысқарып кетеді. 2 мен 3, 6 болады. 5 пен 10 кетеді. 2, 4 пен 2. Сонда 7 көбейтілген 2 көбейтілген 9 көбейтілген 2, 252 болады. 4, 5, 6. Төртінші сан. Так, бізде төртінші сан, төртінші есеп 5-ке еселік болатында және әрқайсысында қайталанатын цифрлар болмайтын етіп, қанша алты таңбалы сан құрастыруға болады. Так, бізге еселік сан, 5-ке еселік сан 5n, я? 5-тің көбейту кестесін жалпы 5-ке еселік сандар бірінші соңғы саны соңғы 0-мен немесе 5-пен аяқталу керек. Бізде цифрлар 0-мен 5-пен аяқталу керек. Енді қараймыз. Екінші бізде қандай да бір дейікші, қандай да бір 0, 1, 2, 3, 4, 5, мынандай 6 түрлі цифр беріліпті. Соның 0-мен 5 дегені бізде соңында кездеседі, алмаймыз. Қандай да бір 4 цифр беріледі. Мына жерге мен ұяшық әдісін қолданамын. Мен өткен сабақтарда үйреткен ұяшық әдісін. Яғни бізде 6 ұяшық керек. Мына қараймыз, мына жерде 6 сан. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 деген 4 элемент бар. Яғни қараймыз, бірінші 4 элемент бар, бірінші. Яғни осы 4 сан, қандай да бір 4 санның біреуі. Енді қарайық, екінші элемент. Осы 1, 2, 3, 4 деген санның қандай да біреусі. Мына біріншіге қойылып қойды ғой, сонда бізде 3 элемент қалады. Мынаны 3 деймін, екінші элементке. Үшінші, сол 1, 2, 3 деген қандай да бір сандардың екеуі уже қойылып қойды да, екеуі қалды. Яғни 2 элемент қалды. Сонда мына жерде 2 болады. Төртінші, осы қайты 1, 2, 3, 4 деген санның үшеуі қойылды да, соңында бір-ақ сан қалды. Үшінші, мынау төртінші. Бесінші бізде. Бесінші бізде соңында 0 не 5 деген сан болу керек. Сол бізде 0 мен 5 деген 2 элемент. 2 элемент. Соны ол 5-ші тұруы мүмкін, немесе сол 2 элементтің біреуі. Немесе 6-шысында тек біреу қалуы мүмкін. Мына осы сандарды көбейтемін. 4, 3, 2, 1, 2, 1. 4-ке 3-ті көбейтсек бізде 12 көбейтемін 2-ге, тағы көбейтемін 2-ге 48. Сонда бізде 5-ке еселік болатындай 48 сан құрастыруға болады екен. Жауабы 48 сан құрастыруға болады.
9-сыншы сынып оқушылар 14 оқытылатын пәндер бар, 6 әртүрлі сабақтар. Сонда бізде А14-те 6 деп шығарамыз. Так, 14 факториал, бізде 14 факториал, азайту 6 факториал. Сонда 14 факториал, азайтам 8 факториал. Мынаны 8 факториал деп жазам. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Яғни араларында көбейту бар. 8 факториал. Қысқартып кетеді. Сандарды көбейтіп шығам. 9 көбейту 10, 11, 12, 13, 14. Сонда бізде 2.162.760 деген сан шығады. Жауап осы. 6-шы есеп. Бізде сыныпта оқитын 15 қыз және 12 қыз бар. Ауланы тазалау үшін неше тәсілмен 5 ұлт 3 қыз таңдап алуға болады. Бізде S15-те 5 көбейтілген S12 қызда 3 қыз деп таңдап аламыз. Бұны шығару үшін 15 факториал, 15 азайту 5 факториал. Бұлардың бәрі дайын формула, терудің формуласы. 5 факториал көбейтілген S12 факториал, 12 азайтылған 3 факториал көбейтілген 3 факториал. Бізде 15-тен 5 азайтсақ 10 факториал көбейту 5, 15-ті біз 10 факториал 1, 2, 3, 4, 5 деп. 15 факториал көбейтілген 12 факториалда 12-ден 3, 9 факториал көбейту 3 факториал. Осыны шығарамыз. Так, 15 дегенде біз 10 факториал, арқары 11, 12, 13, 14, 15 деп жазуыма болады. Яқта 10 факториал, так, 5 факториалды 1, 2, 3, 4, 5-ке көбейтем. Так, 3-ті 5-ке көбейтсем 15 болады бізде. 12-ні 4-ке бөлсек мына жер 3 болады. 14-ті 2-ке бөлсек мына жер 7 болады. Көбейтілген 12 факториал деген 9 факториалға қысқартады. 3 факториал 1, 2, 3 деп жаза салам. 9 факториал 10, 11, 12. Қысқарып кетеді. Мына екеуі 6 болса, 12-ні 6 болса, мына жер 2 болады. Сонда қалған сандар бізде 10 мен 10 қысқарады. Қалған сан 11 қалды, 3 қалды, 13 қалды, 7 қалды. Және 10, 11, 2 қалды. Осы сандарды көбейтем. 33 көбейтемін. 13 көбейту 70 көбейту 11 көбейтем 2-ге. 660 деген сан шығады. Бұл ЖБ-дан жоғары балл алуларыңызға тілектеспін.